bizim almışlar, otağa koymuşlar. Matematika sabağına hoş geldinizler. Bizim ерекше sabah. Осы sabahımız сәтті өтсін деп сіздерге тілек білдіремін. Жақсылықты кішкентай істен баста деген ұранмен сабағымызды бастасақ, яғни бүгін сабақта қандай игі іс қолымыздан келеді, өзімізге және өзгеге жасайтын. Соны атап өтейік. Мүлікті сақтау, ақылмен ойлану керек, белсенді болу, білім алу, жылы сөз айту, көңілді болу, тазалық сақтау, амандасу, сабаққа белсенді қатысу, көмек көрсету, сабаққа зейін қою өте жақсы. Ендеше осы сабақ барысында осы игі амалдарды жасауды сұраймыз сіздерден. Үй тапсырмасын тексереміз. Көршімізбен дәптерлерімізді алып тұрамыз. Экранда көрсетілген үй тапсырмасы бойынша үй жұмыстарымызды тексереміз. Қараңыздар, дұрыс пе? Тексеріп болдыңыздар ма? Тексеріп болса, қазір мен сіздерге бағалау парағын таратамын. Бізде мына бүгін бағалау парағы график түрінде болады. Соған үй тапсырмасы деген жерге 15 балл, егер толық дұрыс болса, есептер мұнда соны қойыңыздар. Қалау үшін біз келесі жұмыстарды орындаймыз. Сіздерге жұптық жұмыс, таңдама, жақсы, таңдама сіздерде, таңдама, сіздерде қандай сөз шықты? Жүйелі, жақсы, сіздерде ма? Сіздерге қандай сөз шықты? Полигон деген сөз шықты, өте жақсы. Топқа бөлмеңіз. Ядролық қаруды жағу, эксперименттегі өткізу. Қайсысы? Полигон өте жақсы. Полигон. Балалар қайталауға жаңа сөздер дұрыс шықты, яғни маршрутты дұрыс қарастырыңыздар. Сондықтан 10 балл тақырыбымыз бас жиынтық және таңдама, дискретті және аралық вариациялық қатарлар. Бас жиынтық және таңдама үйренеміз. Жақсы. Таңдама ұғымымен танысып, жақсы. Бас жиынтық, таңдама, дискретті және аралық вариациялық қатарлар ұғымдарымен танысу, берілген мәліметтер бойынша есептеулер жүргізу, дискретті және аралық вариациялық қатарлар құру, жиілік полигон гистограммасын салу. Берілген терминдердің немесе ұғымдардың мағынасын жазу керек. Яғни терминдердің анықтамасын, ал ұғымдары берілген сипатталған болса, сол терминді табу керек. Сол параққа жазыңыздар. Зерттеуге алынған нысандардың толықтығы бас жиынтық деп аталады. Өте жақсы. Вариациялық қатар деректердің өсуі немесе кему ретінде орналасқан тізбегі. Тізбекті вариациялық қатарлар қайталанатын нәтижелер және олардың жиектері. Вариациялық қатар деп пәндер белгілі бір сандар алаңында берілетін қатар. Тізбектің барлық деректерінің жалпы санына қатынасы. Интервалдар қатарын белгілеудің іргелі орналасқан құрылыстардың тұратын деді. Жиіліктер полигон дискретті мәндер немесе интервалдардың орта нүктелерін түзу сызықтармен қосу арқылы алынатын график. Таңдам қатары берілген. Таңдама көлемін, таңдама вариацияларын табыңдар, жиіліктің және салыстырмалы жиіліктің вариациялық карталарын құрастырыңдар, жиілік полигонын салыңдар. 2-ні 20-ға бөлсек, жиілікні 20-ға бөлсек, 135 және 6-ны 20-ға бөлсек, 0,3. Модасы табай. Мода дегеніміз қайсынан көп кездесіп тұр. Оны сегіз деген сан. Модасы 8. Медианасы бұл ретмен жазылу керек. 8 болады, иә? 8 деген. Ең үлкен неше? 9 өте жақсы. Полигон салу керек, жиілік полигон. Жиілік полигон салу үшін 4 қараңыздар. Нешеу? 4 дегеніміз 5-еу. Мына нүкте келесі 6-ны 2-еу. Келесі 8-ні 7-еу. 9-ны 6-еу. Енді осы нүктелерді қосамыз.
шыққан полигон осы ескерттік вариациялық қатардың полигоны. Квизис тапсырмасын орындаймыз. Баш жиынтықтың таңдамасын дейді, таңдаманы дейді. Жақсы. Айбек, Роза, Нұразгүл. Бірінші Роза, екінші Айбек, үшінші Нұразгүл. Өте жақсы. Қараңыздар экранға қараңыздар. Не сыныптық? Полигон сыныптық. Өте жақсы. Оқулықпен жұмыс. 7-де 5-ші есепті ашыңыздар. 7-де 5-ші есепті келіп орындайық. Максимально елді. Интервал 3. Үшке бөліміз. Азайтсақ 24, 3-ке бөлсек 8 жауап. Жақсы. 30-дан 38-ге дейін. Дөңгелек жақша ол жерде. Келесі тік жақша. Келесі 38-ден 30 саннан басталады. 8 қоссақ нүкте. 40. Дөңгелек жақша. Өте жақсы. Кезекті ғой. 46-дан. Өте жақсы. Тік жақша. 38-ден 46-ның арасы. 46 мен 54-ның арасында. 15. Таңдамақ бөлімі неше өткен сонда? 15. Жақсы. 130. 243. Өте жақсы. Интервалды, вариациялық қатарды құрдық. Функционалдық сауаттылыққа берілген тапсырма, статистикалық мәлімет, жасанды интеллект көзімен орындарыңызға бастап қазір экранда орындайсыздар. Excel бағдарламасында, яғни цифрлық лаборатория деп аталады. Селекциялық алма ағашының өнімдерінің сапасын анықтау үшін кездейсоқ таңдалынған жемістердің салмағы ретінде оны Excel бағдарламасында орындайсыздар. Жақсы. Ретмен жазамыз. Жаңағы мысалға ұқсайды, иә? 6, 8, 10, 12, 14, 16. 6, 8, 10, 12, 16. Ең бірінші тапсырма алмалардың 5 топтан тұратын аралығында біз 5 қатар 135-тен 144 кейін 145-тен 154 кейін 155-тен 164, 165-тен 174 және соңғысы 175-тен 185 кейін және олардың салыстырмалы жиілігін таптық. Біз алфавитті орнымен жазып ол сөздерде қанша әріптен бір санады, сосын оның артынан полигон істейді. Жиі полигон. Молодец. Басында бірінші алдымен өз суретпен жазып алып, одан соң вариацияларын тауып, бұл не тапсырма? Жасанды интеллекттің тауып, салыстырмалы есептеп, полигон сызық. Алар қорытынды жасап жіберейік, Қазақстандағы барлық колледж білім алушылар саны бұл не болады? Қай білім? Барлық жақсы. Сауалнамаға қатысқан 200 білім алушының жауаптары таңдама өте жақсы. Топтағы білім алушылардың аяқ киім өлшемдері, жеңіл атлеттердің 100 метрге жүгіру уақыты, не түрінде аграрлық бақылау жұмысында 90 балл алған білім алушылар саны 7 студент. Жақсы. Интервалды вариациялық қатар негізінде не салынады? Вариациялық қатар негізінде не салынады? Полигон салынады. 80, Перизат өте жақсы. Келесі 95, Нұрали өте жақсы. 90, Дулат өте жақсы. 75, 85, Бекзат, 90, Сабрина және 85 өте жақсы. Раян алған 3 мәліметті айтамыз, үйренген 2 дағдыны айтамыз және жасалған бір негізді айтасыздар. Жақсы. Келесі. Таңдама басшылығы. Терминдеріне саңыз. Жақсы. Өте жақсы. Енді үйренген 2 дағды немен жұмыс жасады? Excel бағдарламасымен жұмыс жасады. Жасанды интеллектпен жұмыс жасады. Өте жақсы. Тағы не істедік? Әдебиетте қалай қолдануын үйрендік, иә? Келесі. Жасалған 2 іс қандай? Белсенді болу. Белсенді болып па? Өте жақсы.
бізде топтық жұмысты жақсы білім алдық, өте жақсы сіздерге сабаққа белсенді қатыстық, өте сабаққа белсенді қатыстыңыздар, балалар үй тапсырмасын жазып алыңыздар, үйге тапсырма. Осы игі істі ары қарай тек сабақта емес, өмірде де ылғи қолдана беріңіздер. Өйткені жақсылық жасаған кезде өзіңіздің көңіл күйлеріңіз қандай болатынын сезінуге сіздерді шақырамын. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.